қаламызда 84 мың адам жаңағы вакцинаның бірінші компонентін алып үлгерді. Жалпы қала бойынша біздің жоспарымызда 600 мыңнан артық адамды иммунизация жасау керек. Бұл дегеніңіз біздің қаламызда коллективті иммунитет қалыптастыру керек. Өздеріңізге белгілі, егер жалпы халықтың 50%-дан артық иммунитеті бар болса, онда қалған адамдар ауырмайды. Біз сонымен індетті жеңетін боламыз. Сондай жоспарымыз және пиғамыз солай. Сол үшін де қазір қалада 100 осындай вакцина жасайтын пункттар қызмет істетіп тұр. Өз еркіммен вакцинациялауға келдім, вакцинаны салдырттым. Қазіргі таңда денсаулығым бойынша ешқандай да шағым жоқ. Өзімнің денсаулығымды жақсы сезініп отырмын. Вакцинациялаудың ешқандай да кері әсерін байқаған жоқпын. Күресіп жеңбесе, ол қашып жүргеннен ешбір пайда болмайды деп ойлаймын. Сондықтан да көп ойландым. Осы шешімге келдім, алу керек. Яғни барынша тез арада бұл індетті жеңіп шығуды сол жағын қарастыру керек деп ойлаймын.